Етістіктің өткен шағы. Сабақтың мақсаты мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтау. Етістікті өткен шақта қолданып үйрену. Алдымен алдыңғы сабақтағы өткен шақ ережесін еске түсіріп аламыз. Өткен шақ етістіктері іс-әрекеттің бұрын орындалғанын білдіреді. Сұрақтары: не істедің? Не істедің? Не істеді? Ал бүгінгі сабағымызда өткен шақ етістіктері туралы білімімізді толықтырамыз. Мәтінді тыңда. Ақиқатқа айналған арман. Біздің бала кезімізде екінің бірі ғарышкер болуды армандайтын. Жұлдыздарды жақыннан көріп, сол кезде беймәлім көрінген әлемге сапар шегу көпшіліктің тілегі еді. Олардың арасында мен де бармын. Бірде әкем маған аспан әлемінің құпияға толы сырлары туралы жан-жақты әңгімелеп, артынша ай, түрлі жұлдыздар, жалпы ғаламшардың суреттерін көрсетті. Сол кезде көңілімде оянған қызығушылығымды сөзбен жеткізу қиын. Сонда өзіме өскенде қалайда ғарышкер боламын деп мақсат қойған едім. Сол арманның жетегімен жоғары оқу орнында оқыдым. Жатпай тұрмай іздендім. Ғарышкер болу үшін алдымен табиғаттан берілген мықты денсаулық керек. Сонан соң оқу жаттығу жұмыстарын бір күнге де үзбеуге тиіссің. Таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейінгі әр минут жоспарланған жаттығулар. Ол жерде сен спорт шеберіне қойылатын талаптарды орындайсың. Талап күшті. Жоғарыда аталған екі нәрседе менде болғандықтан шығар. 6 жылғы қызу дайындықтан кейін ақыры ғарышқа ұштым. Халықаралық экипаждың құрамында болдым. Менімен қосқанда 6 елдің өкілі ғарышқа ұшты. Бастан кешкен қызықтарымыз да, бір-бірімізден үйренгеніміз де көп. Бәріміз де ғарыштан түсірілген жердің суретін талай көрдік. Жер жұп-жұмыр, дөңгелек екенін білеміз. Бірақ ғарышта барлығы басқаша екен. Көктен жер алақандағыдай көрінеді. Ол сондай нәзік, кішкентай, қорғансыз. Көзімнің жеткені біз оны, жерді аялауымыз керек. Оның қадірін әлі де сезіне бермейтініміз рас. Ғарыштан жерге түскен соң өмірге, қоршаған ортаға деген көзқарасым түбегейлі өзгерді. Өзіміз мекендейтін ғаламшарды сақтай білуіміз керектігін жете түсінгендей болдым. Міне, мәтінді түсініп тыңдадық. Ендеше мәтін кім жөнінде? Айдын Айымбетов. Ол туралы не білесіңдер? Айдын Айымбетов Қазақтан ғарышқа ұшқан 3-ші ғарышкер. Қазақстан батыры, халық қаһарманы. Балалар, Айдын Айымбетов ағаларын арманына жету үшін қандай істермен айналысты? Армандады, оқыды, ізденді, жаттықты, үйренді, ұшты, орындады. Бұл етістіктердің барлығы да іс-әрекеттің өткенін білдіріп тұр. Яғни, өткен шақ етістіктері. Қалай ойлайсыңдар? Сонымен Айдын Айымбетов арманына жетті ме? Иә, арманы ақиқатқа айналды. Балалар,
алдарыңыздағы кестеге назар аударайықшы. Кестеде не істеді сұрағына жауап беретін болды, шықты, кетті, шыдады, түсінді. Өткен шақ етістіктері берілген. Осы етістіктерді не істеген сұрағына жауап беретіндей етіп өзгертіп айтайық. Болған, шыққан, кеткен, шыдаған, түсінген. Не байқадыңыздар? Өткен шақ етістіктері қан, кен, ған, ген жұрнақтары арқылы да жасалып, не істеген деген сұраққа да жауап беретінін білдіңіздер. Ендеше сіздер мына адасқан сөздерді тиісті орындарына қойып, сөйлемдерді дұрыстап құрастырасыздар. Тұңғыш Тоқтар Әубәкіров ғарышкер. Қазақстанда ғарыш орналасқан айлағы. Ғарышқа 1991 жылы 2 қазанда ұшты Тоқтар Әубәкіров. Ол болды 8 тәулік ғарышта. Бұл сіздерге берілген үй тапсырмасы. Тапсырма келесі сабақта тексеріледі. Мұқият дайындалайық. Тыңдағандарыңызға рахмет.